Абай Құнанбайұлы, қазақтың ұлы ақыны, ойшылы. 1900-1902 жылдары жазылған Ескендір поэмасы тарихи-философиялық туынды. Жанры поэма. 11-12 буынды қара өлең үлгісімен жазылған. Әрқайсысы 4 тармақты 42 шумақтан тұрады. Поэма Азербайжан, армян, қарақалпақ, қырғыз, қытай, латыш, орыс, өзбек, түркімен, ұйғыр тілдеріне аударылған. Адам бойындағы ашкөздік пен менмендік секілді қасиеттерінің қандай нәтижеге алып келетінін Абай терең суреттегенін көрсету мақсатында осы шығарманы таңдап отырмыз. Поэманың тақырыбы ашкөздік, менмендік. Идеясы адам бойындағы рақымсыздық, тойымсыздық, ашкөздік секілді мінездерді сынау. Абай бұл поэмада билік пен күш иесінің шектен тыс менмендігі, соқыр ашкөздігі мәселесін көтеріп отыр. Оқиға шөлді мекенде басталады. Кейін Қытайға бастайтын қақпада жалғасады. Оқиға біздің заманымызға дейін 5-4 ғасырда орын алады. Поэмада 3 негізгі кейіпкер бар. Ескендір, жауап алушы патша. Ол поэманың басты кейіпкері, және Абай оны басқа авторларға қарағанда дәріптемейді, сынайды. Қақпа күзетшісі. Ол поэмадағы кілттік символды Ескендірге сый ретінде тартады. Аристотель. Ескендірдің ұстазы, ақылды, парасатты адам. Ол бас сүйегі символының мәнін Ескендірге түсіндіріп, оқырманға идея мен тақырыпты ұғындырады. Бұл адам көз сүйегі, деді ханға, тояма адам көзі мың мен санға. Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тояр көзіне құм құйғанда. Поэманың оқырманға берер тәлімі зор. Ашкөздік түбі опық жеу, рухани байлық ең биік құндылық. Адам қанағатшыл болу тиіс. Абай бұл поэмасы арқылы бізге адам болмысын тануға, нәпсіден аулақ болуға үндейді. Ескендірдің тағдырынан өзіңді таны. Абайдың Ескендір поэмасы рухани ізденістің аясы. Абай Құнанбайұлы, Ескендір поэмасы. Оқы, аш, сез, түсін, оқыт. Мәңгі ұмытпа.